Сәлем достар. Бүгін біз таңғы асқа өте тойымды, дәмді омлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші ыдысымызға 4 жұмыртқаны және туралған пиязымызды салып араластырамыз. Және үстіне сүт, ас содасын қосамыз. Керегенше тұз бен бұрышымызды қосып аламыз. Жақсылап араластырып, керегенше ұнымызды салатын боламыз. Және жақсылап бір тегіс болғанша араластырып, осылай әдемілеп толықтай араластырып аламыз. Қызып тұрған тапамызға керегенше сұйық майымызды құйып, дайын болған қамырымызды жайғастырамыз. Осылай тегістеп жайып аламыз. Осылай тегіс болып жайғастырып алған соң, қақпағын жауып, ең аз отта пісіретін боламыз. Келесі беті піскен білуіміз үшін біз қақпағын ашқан кезде қызарып тұрса шеттері, яғни омлеттің келесі бетін ауыстыра беруге болады деген сөз. Осылай қайтадан қақпағын жауып, дайын болғанша күтеміз. Дайын болған омлет осы қақпағын ашып қарап, шетін қараймыз. Егер асты қызарған болса, демек біздің омлетіміз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Ақбота.